Мен сол Алматыға келіп алғаш таныстым. Бірден қасына алып алды. Бірге жатақханадан орын алдық. Талай қызық дәурендер бірге өтті. Бірақ мен оқудан құлап қалдым. Сосын менің көңілімді аулап жібермейді. Бір күні хат кеп тұр. Дәуке, мен таң қалдым. Енді болады ғой өмірде, бала болсаң да сезесің ғой, біреуге ақжып болып жабысып қалмайсың ғой. Енді ол көңілің үшін біреу сені қабылдайды, біреу жаңағы сол кезеңінде қабылдайды, бірақ кім ойлайды артыңнан оқудан құлап кеткенін? Бұның айналасында студенттер жүр, алғаш курстың студенті арманына жетті, жаңадан дос табылды. Алматы, анау профессорлардың алдын көреді. Мен ауданда газетке келіп кірісіп, енді келесі жылы әңгіме жазғанды көрермін деп жүрген адаммын ғой. Сөйтсем хат кеп тұр. Сөйтіп жазған хатты анау кесе кеткенше дейін хат жазып тұр. Хат жазатын, ерінбей хат жазатын. Сонда мен оқудан құлап қалғанда менің көңілімді аулау үшін менімен танысқан жігіттерге өзі бастайды. Мына хатты жазып отырған Қалдархан қой дейді, екіншін Қалдарханға жаздырады. Сол бір хаттың ішінде 4-5 почеркпен хат тұрады. Мен соны Алматыға ынтығам. Сосын әрбір жаңағы кездесулерін жазып отырады. Әрбір жаңағы нелерін айтып отырады. Келе жатқанда, Дәуке, үстіңде қандай костюм киіп жүрсің? Енді ол кезде сотка жоқ. Мен айтам осындай, сен қанша ақшамен келе жатсың? Қараш, кім сұрайды дейді, анаң сұрайды ғой. Ол өзі бала ғой, мен екеуміз құрдаспыз ғой. Сонда мен айтам осындай, онда жарайды дейді. Сон келсем, ерінбей 4-5 жігітке жас жұбайлар салоны деген болады. Қазіргідей мына жастар түсінбеуі мүмкін. Ол кезде костюм шалбар сен ақшаң болса да ала алмайсың. Жоқ, Москваға барып киіну керек. Дүкенде тек бір тұрады қалғандары. Сосын жас жұбайларға арналған салон болады. Сөйтсем 4 жігітке жаңағы Алматы атқару комитетіне арыз бергізіп, үйленейін деп жатырмыз деп очерт алып қояды екен. Жаңағы сөйтіп, 4 жігітті ертіп, әлгі дүкенге алып барады мені. Барып, түгел көйлегіменен, галстугіменен, бәріменен алып, сөйтіп әлгі киіндіріп шығарады. Сосын еркелеймін ғой, мен де баламын, ол да бала ғой. Соның бәрін, сосын анау үстіңе қона кеткенін мен де сезіп тұрам, ол көріп тұр ғой енді. Сосын өз сүйсініп тұрады дейді. Дәуке, ұнап кетті, сосын мен еркелеймін. Мен мұна жыл сыптықтай болып қалай жүрем, мен мұна топыраққа бір аунап алайыншы. Сосын шаңын қағып кием десем, шексілесі қатып келіп күледі, қуанып соған. Дәукең айтты, жерге аунап шаңдатып алайыншы деп айтты деп. Сондай қамқор болатын, сондай жүрегі болатын. Неткен жүрек, мен анамнан көрген мұндай қамқорлықты, анам киіндірген сөйтіп жетектеп, сосын Табылдан көргенмін.